Кеш жарық көрермен жүргізушілер қауымы, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін 24 тамыз, кешкі уақыт, сағат 10-ға таяп қалды. Біз коэффициенттің көтерілгенін күтіп отырмыз. Ал сіздер қарап отпай каналға жазылып қойыңыздар. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып, ой пікірлеріңізбен бөлісіп комментарийге жазып кетіңіздер. Каналда болып жатқан кем-кетіктер болып жатса, оны да жаза кетіңіздер. Біз бұйыртса сәлден соң коэффициент көтерілу керек. 1000-нан асса линияға шыға береміз. Дәл қазір мен Ақсай ықшам ауданында отырмын. Коэффициент көтерілсе, бірдестен Медеу ауданына қарай тартамын. Білесіздер, шаруалар бойынша деген функция бар, пайдаланам деген. Бірдестен Достық плазаға қойсаңыздар болады. Сол жерде коэффициент жақшанады кешке қарай. Түнгі сағат 1-2, кейде демалыс күндері таңға дейін жанып тұрады. Соны байқап сіздерге көрсетемін. Ал міне линияға шықтық. Коэффициент 1200 болып тұр. Бірдестен шаруалар бойынша дегенге Достық плазаны белгілейміз. Достық даңғылы. Бағдар берсей бізге. Бағдар басамыз. Кеттік. Бірінші тапсырыс қайда түседі екен? Бірінші тапсырысымыз дәл жанымнан түсті, Ақсайдан. Ақсайданнан Бекзат Саттархановқа, бірақ коэффициенті 150-мен түсті. Қабылдай салдым енді. Келесі тапсырыстар жақсы коэффициентпен түсетін жар енді. Кеттік. Мына бір көшеге түсті, Бекзат Саттарханов көшесіне. Бұл жерде қарасаңыздар, көріңіз, мына жақта коэффициент бітеді. Қазір тапсырысты аяқтап болғаннан кейін, сәл мына коэффициент бар жерге қарай жылжисыздар. Жандосоваға қараймын. Мына жерде тұрып қалмаңыздар, мысалы, осындай жағдай болып қалса, мысалы, мына жерде тұрып қалмаңыздар. Өйткені бұл жерден түскен тапсырыс коэффициентсіз түседі сізге. Коэффициенттің ішіне қарай жылжып, ары қарай маршрутыңызды жалғастыра бересіз, линияға шығып. Сол жақтан тоқтай берейін бе сізге? Осы жерден ғой, мынаны көрсетіп тұр ғой. Картамен, жақсы, сау болыңыз. Мына екінші тапсырыс, шаруалар бойынша функциясымен екінші тапсырыс аяқтаймыз. Бұл 250 коэффициентпен түскен. Енді мына Медеу ауданына кірдік. Мынау шаруалар бойынша функциясын өшіріп тастасаңыз болады, өйткені 2-2 километр қап тұр. Біз Б нүктесіне Достық плазаны белгілеп қойғанбыз. Енді бұған дейін тапсырыс 2 километрде түспейді ғой енді. Бұны аяқтай саламыз. Үйдемізді міне Медеу ауданына кірдік. Коэффициент 900-ға түсіп қапты. Ештеңе етпес енді. Шешінген судан тайынбас деп. Осы жерден линияға шығып кете береміз. 800-ге түсті қазір. Қаншамен түсетін көрейік. Мына үшінші тапсырыс. Жоғарыда 5 тапсырыс дегенге мән бермеңіздер. Бұл таңертеңмен 3-еуін орындағам эконом тарифте. Қазір кешке шыққалы 2-еуін орындадым. Не болып қалды? Ладушкин 700 коэффициент қабылдай береміз. Так, баратын жеріміз. Баратын жеріміз шамамен 10 километр екен. Мына жоғар жаққа қарай түсті ғой. Бұл тапсырыстан мен бас тартамын деймін. Қазір жолаушыға хабарласам енді. Мына келесі бір тапсырыс түсті. Жаңағы тапсырыстан бас тарттым. Хабарлама жаздым жолаушыға. Мынау осы Медеу ауданының ішінде кішкентай тапсырыс әдемі. 218 километр 850 коэффициентпен түсті. Ал кеттік.
Жігіттер, сағат 12-ден асты. Жаңа кешкі тапсырысымыздың ең біріншісі 22:19-да ма қабылданыпты. Қазір міне үйге қоймақшымын. Үйге. Ертеңгі күнімізді де ойлайық. Әйтпесе коэффициент жанып тұр. Біраз жүруге болады, бірақ мен бүгін күні бойы жүрдім. Аман 9 коэффициент қабылдадым. Екі нүкте белгілепті Исаев пен Сатпаев. Жақсы сума шығу керек. Қазір соңында барғаннан кейін толық қанша болғанын сіздерге көрсетемін. Ал үй жағымызға келіп қалдық. Мына жарық сәл әлсіздеу болып тұр, айып етпеңіздер. Айта кетсек, соңғы тапсырысты түнгі 12:27-де аяқтадым. Коэффициент 900, суммасы 1760 теңге шықты. 7 километрдей болды. Қорытындылай кетсек, бірінші тапсырысым жаңа кешкі 22:19-да қабылдаппын. Сонда бас аяғы 2 сағат 10 минут болған. Осы уақытта тазасы 8100 теңге болды. Бұдан енді бензинді алып тастайсыздар. Шамамен бір 1500-2000 теңгенің бензині. 2 сағатта 8100 теңге болды. Бұл жаман көрсеткіш емес. Негізі мына қолы бос емес, күндіз қарбалас жандарға кешке қарай қолдары босап жатса, осындай уақытта шыққандарыңыз дұрыс болады. Ал таңертеңгі уақытқа шығып геобонусқа түссеңіздер, ол тіптен жақсы. 15.000 теңгенің басын қайырып қайтасыздар. Барлығыңызға сәттілік, жолда бұзылмаңыздар. Ассалаумағалейкум.